Бүгінгі күніңмен өмір сүр. Кешке шейін аман болсаң, таңға шейінде өмір сүретініңе толық сенімді болма. Ал енді таңертең аман есен оянсаң, міндетті түрде кешке шейін өмір сүрем деп ойлама. Сен бүгін дәл қазір өмір сүріп жатырсың. Өткенді қайтара алмайсың, ал енді келешек әлі келген жоқ. Сондықтан бүгінгіңе, қазіргіңе көңіл бөл. Бүгін туылып, бүгін-ақ қайта өле қалатындай есеппен жүр. Бәрін соңғы рет жасап жатқандай өмір сүр. Намаз оқуға кіріскен кісі, бұл оның өміріндегі ақырғы намаз екенін білсе, онда ол намазын қалай оқитын еді? Әлбетте, бар назарын Аллаға қойып, өте беріле оқитын еді. Бар болмысымен беріліп, һәм Құдай тағаладан қорқып оқитын еді. Әрбір намазыңды солай оқуға дағдылан. Шынында-ақ сен келесі намазыңа шейін өмір сүресің бе, сүрмейсің бе, оны білмейсің ғой. Әрдайым осылай оқи алмауың мүмкін, бірақ сен соған ұмтылуың керек. Жақсы істерді жаса. Ол сенің өміріңдегі ең ақырғы ісің екенін елестет. Оны сен біраздан кейін өлеріңді біліп тұрғанындай орында. Сенің барлық орындаған істерің және ғибадаттарың сондай болу керек. Өзіңді қайта қайтпайтын нәрселермен, өткендерді еске алумен қинама. Өміріңді әлі келмеген келешекке қатысты қорқыныштармен алаңдатпа. Бүгінгі күнмен өмір сүр. Бүгін жасай алатын және жасайтын нәрселеріңді жасап қал, ертеңге қалдырма. Өйткені ертеңгі күн сен үшін болар болмасын еш білмейсің. Әрбір минутыңды бүгінгі күн үшін пайдалан. Өйткені осынау баға жетпес жақсылықтарды жасау өзіңе, басқаларға пайда алып келу және жаратушы иесінің кешірімі мен сыйына лайықты болу деген сөз. Бүгін қолыңдағы барға разы бол. Өйткені сен иелік қылған нәрселер ертең не болатынын білмейсің. Бір ақын былай деп өте жақсы айтқан: өткен өтті мәңгілік, болашақ әлі белгісіз, бір сағаттық ғұмыр бар, сол ғана сіздің еншіңіз. Егер сен бүгін бақытты болсаң, онда сен бақыттысың. Сенің өткен мезгілдегі бақытың бұл сол уақыттағы бақыттылық. Ол сол шақта қалды. Ал енді саған келешекте келетін бақыт, бұл келешектің бақыты. Ол алда әлі келмеді. Сондықтан бүгін бақытты бол. Екі дүниеде де бақытты болуды қаласаң, бүгін соған сай еңбектен. Сонда сен жаратқанның жарылқауымен оған ие боласың.